Саламатсыздармы балалар? Бүгін біз математика сабағын өтеміз. Математика сабағы бүгін өте қызықты болады. Сондықтан бірінші алдымен біз 3 топқа бөлініп алуымыз керек. Ол үшін жаңаға алған қиындыларымызды құрастыруымыз керек. Сол кезде 3 топтың аты шығады. Кәне суретті құрастырайық балалар. Үшінші топ болды, екінші топ болды. Жақсы, үшінші топ болды. Ал балалар тамаша сурет өте әдемі шығып, қане бірінші болған үшінші топтың суретін көрейік. Қане балалар, не сурет шықты? Қане кімнің сурет айта қойды? Сымбаттан айта қойшы. Ал балалар екінші топта қандай сурет шықты екен? Кәне кім айтады? Айта қойыңдаршы. Кәне, бөлім айта қой. Тобымызда құмырсқа шықты. Ол еңбекші жар. Енді біз жақсы бастаймыз. Ол үшін біз бүгін саяхатқа барамыз. Барғыларың келе ме саяхатқа? Ол үшін біз ғылым патшалығына барады екенбіз. Ғылым патшалығында үлкен сарай бар екен. Ол математика сарайы екен. Кәне қарай қойыңдаршы. Міне балалар, математика сарайы. Бұл өте сиқырлы сарай екен. Осының іші өте сиқырлы болғандықтан ішінде қақпалары көп екен. Қақпаның есіктері ашылу керек екен. Ашамыз ба? Ол үшін қақпаның тапсырмасын орындауымыз керек екен. Дайынбыз ба балалар? Тамаша, қане көрейік қақпамызды. Қандай қақпа екен балалар? Тас қақпа. Жақсы, осы тас қақпаның есігі ашылу керек екен. Ол үшін мына тапсырманы орындауымыз керек екен. Кәне тапсырмасын көрейік. Міне, өрнектердің мәнін бұл суретіне қарай орналастырып, мақалды құрастыру керек. Екінші топ жарайсың ба? Екінші топта тапсырмасын тыңдап көрейік. Кәне, бастаймыз. Кім айтады? Даяна бастай ғой. 15 пен 5-тің бөлінісінің мәні 3, 8-дің көбейтіндісінің мәні 64. Ой, рахмет балалар, тамаша орындарсыздар мақалды түсіндіріп. Жолдасы жоқ, жігіттің олжасы жоқ. Жолдасы жоқ, жігіттің олжасы болмайды. Өйткені барлық адамда жолдас Алмаларымызды ілейік. Біз ағашқа көктем мезгілі гүлдеп тұр ағаштарымыз. Енді біз тапсырманы орындаған кезде бір алмадан ілініп отырады. Алма серілген жасы Мадина. Бірінші топ қызыл алма еді. Екінші топ сары алма іле ғой. Даяна. Үшінші топ Аслан. Сіздерге жасыл алма болады. Әркім өзінің түстерін жаттап алады. Ой, рахмет. Үш кәне. Ашыл, тас қақпа. Енді біз балалар үшін 8-ден 3 шекке отырғызыппыз. 8-ді 3-ке көбейту дегеніміз 8-ді 3 рет қосу. 8-ге 8 қосқанда 16 екенін білемін. 16-ға 8 қосқанда 24 болады. Бұрыш көшетінің саны 24-ке тең. Дана, көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейтінді есте сақта. Мысалы, 8-ді 3-ке көбейткенде де, 3-ті 8-ге көбейткенде де 24 болады. 12 баялды бір жиекке сыйыпты. Барлығы 12 баялды. Демек 12-ні бірге көбейткенде 12 болады. Бір сан өзіне өзі қанша рет қайталанып қосылғанын көбейту амалары болатын ошақ 0 шығады. Алим айта қойшы. кез келген санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады. Тамаша. Және көбейткіштердің орындары өзгерсе, ауысқанымен мәні өзгермейді. Көбейтіндінің мәні өзгермейді. Тамаша. Жақсы. Кез келген санды 0-ге көбейтсең 0 шығады. Тамаша.
Көбейтудің орнына ауысқанымен мәні өзгермейді. Көбейткіштердің орнына ауысқанымен Мәні өзгермейді. көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бұның да тапсырмасы бар екен, бұның да есік ашылар екен. Қане тапсырмасын көрейік. Бір санымен көбейту және бөлуге өзара байланысты мысалдар құрастыр. Үлгі ретінде тыңдаймыз балалар. Үлгі ретінде бір мен екінің көбейтіндісі, өзара байланысты 2 мен 1-дің көбейтіндісі, 2 мен 1-дің бөліндісі, 2 мен 2-ның бөліндісі де өзара байланысты есептер құрастыруға болады екен. Бірінші топ 1 мен 5-дің көбейтіндісін аламыз. Екінші топ 1 мен 9-ның көбейтіндісін аламыз. Үшінші топ 1 мен 8-дің көбейтіндісін аламыз. Қане орындаймыз? Бірінші топ қане тапсырмаларды оқи қойды. Кім оқиды? Қане? Әзіл, айта ғой. 1 мен 5-тің көбейтісінің мәні 5. 5 пен 1-дің көбейтісінің мәні 5. 5 пен 1-дің бөлінісінің мәні 5. 1 мен 9-дің көбейтісінің мәні 9. 9 пен 1-дің көбейтісінің мәні 9. Жарайсыңдар. Екінші топта келе ғой. Ақылда келе ғой. Сіздерді сары алма. Үшінші топ жасыл алма келе ғой. Ашылады қазір. Міне балалар ашылды. Енді бізге сиқырлы, бізге сыйы бар екен. Ол аймектеп білім сайтынан біз ойынды бастаймыз. Кәне келе ғой. Кім келеді кәне? Кім ойнайды? Қайсы ойнайды? Келе ғой. Нұрислам келе ғой. Нұрислам бізге бастап берсін ойынды. Жаттап аламыз. Бірдей қосылғыштарды көбейтумен алмастырамыз. Ал енді іздеп таба ғой. Жаттап аламыз. Үш көбейту үш. Келе ғой енді. Қане кім ойнайды? Кім ойнайды? Алихан келе. Көбейту төрт. Тамаша. Бірдей қосылғыштарды көбейтуге аламыз. Ал балалар 13-гі алтын қақпаның кезегі. Алтын қақпаның есігін ашса, тапсырмасын орында. Онда алтын қақпаның есігі де ашылады екен. Ашамыз ба балалар? Ал алтын қақпаның тапсырмасын көрейік. Өзі әдемі алтын қақпа екен. Міне балалар. Есептер бойынша өрнектер жазып, оларды шығар. Шешуін салыстыр дейді. Жақсы, екінші топта болды. Жақсы, бірінші топта болды. Ал енді тексеріп көрейік. Бірінші есепті оқимыз. Тартудан жарысқа қатысқан балалар 4 командаға бөлінді. Әр командада 6 баладан болды. Жарысқа барлығы неше бала қатысты? Жақсы, шешуін айта ғой. Шешуі 6 көбейту 4 тең 24. Математика тілімен айтқанда. 6 мен 4-тің көбейтіндісінің мәні 24. Жауабы жарысқа барлығы 24 бала қатысты. Тамаша, жарайсың, рахмет. Тартудан жарысқа 24 бала қатысты. Әр командада 6 баладан жарысқа неше команда қатысты? Иә, анық оқимыз. Сосын шешуін айта ғой. 24 бөлу 6. Математика тілімен. 24 пен 6-ның бөлінісінің мәні 4. Жарысқа 4 команда қатысты. Тамаша, жарайсыздар. Енді келе қойыңыздар. Әрқайсымыз бір алма ағашына алмаларымызды Кәне, ашылады есігі. Міне, алтын қақпаның есігі ашылады. Тамаша.
санды бізде шығарамыз. Бірінші топ, екінші топ. Тамаша. Ал енді тексеріп көрейік. Кәне, бірінші топтан бастаймыз. Кәне, кім оқиды? Сымбат біріншісін оқи ғой. 40 пен 42-нің айырмасының мәні 58. 61 мен 49-ның айырмасының мәні Бірінші топтың есебін тыңдап көрейік. Кәне, айыр бастай ғой. 100 пен 24-дің айырмасының мәні 76. Иә, екінші топты тексеріп көрейік, балалар. Қане, айтармыз. Кім бастайды? Айзат бастай ғой. 19 пен 6-ның қосылысының мәні Балалар, енді алтын сандығымыздың тапсырмасын орындап болды. Енді алтын сандығымыз ашылады. Ал енді балалар, алтын сандықтың бізге сыйлығы бар екен. Ол үшін міне бізге тест беріп тұр екен мектептен. Ойынды бастау үшін бізге 3 бала әрқатардан бір оқушы келіп, ойынды бастайды. Келістік па? Бастаймыз. Еразы кішкене көтерді. Оқы тапсырмасын. Санды. үшін мені еске түсіру керектігін көрсетіңіз. Бірдей сандарды қосыңызсын, дұрыс. Сандар бірге көбейткенде шумақтың санды көрсетіңіз. Шумақтар бірдей болады. Басауы. Басауы бас. Дұрыс. Барлығы дұрыс. Тамаша. Рахмет, отырамын. Балалар, енді біз алтын сандықты аштық, енді алтын сандықтың ішінен сыйлығы шығады. Ұнады ма сабақ? Иә. Енді қараймыз. Бірінші болып бізге бірінші топ орындалады. Кәне шапалақтаймыз. Әжет шақырамыз. Бірінші орын. Тамаша шапалақтаймыз. Былай қарап тұрамыз. Екінші топ келе ғой. Ақбота келе ғой. Екінші топ болып бізде жылдамдықпен 3 топта жақсы орындап отырды. Үшінші топтан Ерасыл келе ғой. Үшінші топта. Ал балалар, медальдарыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңыз сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Көп рахмет. Отыра қойыңыздар, кәне. Құтты болсын медальдарыңыз. Ал балалар, сабақты жақсы түсіндім десең, өте жақсы түсіндім десең, бас бармақты жоғарырақ көрсетесің. Сабақты жақсы түсіндім, бірақ әлі де сұрақтарым бар десең, көлденең көрсетесің. Сабақты көп нәрсені түсінбедім десең, бас бармақты төмен қаратып көрсетесің. 1,